Mısınız, isyan mısınız dostlar? Assalamualaikum, hurmatlı vatandaşlar, hurmatlı mehmonlar. Добрый вечер, дамы и господа, дорогие друзья. Ассалаумағалейкум, ханымдар мен мырзалар, қазақ елі, қазақ жері деп. Жердің жеті тілінде амандассам да, шіркін-ай, өз елімнің, өз жерімнің қазақи тілге амандасуға не жетсін. Алды алаштың алды ауысын толтырып сөйлейтін болсам, ассалаумағалейкум, ханымдар мен мырзалар деп бір қошемет соғайық жарайды. Танысып алайықшы. Мынау кім? Ұшып жүрген мынау кім десеңіздер мен өзім таныстыра кетейін. Апа, мынау Алматы жақта. 5-6 мың долларға шығатын дорогой тамадалар бар, апа. Өзінше деловой болып жүретін кәдімгідей деловой тамадалар бар. Сырты жалтырақ, іші қалтырақ тамадалар бар. Шіргін-ай, өзінше мынау теңгеден келмеймін дейтін тамадалар бар. Ал, менің есімім Руслан Аспан, Сарыарқа қаласы, Қарағанды облысының асабасы. Ой, молодой, әлі бала ғой демеңіздер. Бүгінгі кешімізде, бүгінгі тойымызда мерейлеріңізді өсіріп, көңілдеріңізді көтеріп, жастық шақпен кеткен кемшіліктерімізді аналық мейірбен, әкелік бейілбен кешіріп отырыңыздар. Дамы и господа, уважаемые гости, время знакомиться. Меня зовут не эй, тамада. Меня зовут не эй, братишка. Меня зовут Руслан Аспан, можно просто Русланчик, рахмет шамалтан заварам. Руслан Аспан. Темірка ойнап давай. Шырай назад. Руслан Аспан. Партияжым елмекен, гүл жайнатып сайнекен, айналайын теміртау, шапалатып қайнекен. Мұқият қараймыз, мұқият тыңдаймыз. Отырған үстелдердің үстінде, тарелкінің астында бір столға бір сөз құрамдайын тұр. Баршамыз біргелікте тарелкіні көтереміз. Буквалар, әріптерді іздейміз. Сол әріптерден бір сөз шығу керек. Поехали! Сөз ағайындар! Жинаймыз. Әріптер. Бүкіл тарелка арасында. Бүкіл тарелка арасында. Әріп жинаймыз. Сен қолы көтерсін. Дайын. Үшіншістер дайын. Қазір барам. Дайын. Максер, мыналар, бірінші жол. Дайын ма? Дайын. Поехали дальше. Дайынсыз ба? Дайын. Достар дайын ба? Дайын. Ал, халқым тыңдап көрейік. Бірінші үстел. Сізде қандай сөз? Қатты. Сізде қандай сөз? Бақтияр. Сізде? Бақтияр Гүлжайна келесі сөз. Ал? Жақсылап іздеңіздер. Ба. Апа, ба. Келесі сөз. Той. Келесі. Топты. Келесі. Болсын. Бұдалар. Жандарым келесі. Сол. Жандарым сол. Мұнда. Мәңгілік махаббат емес, брат. Екі әріп. М ғой. М. Мына жақта бір әріп. М. Міне.
жандарын сол деп айқайлайсыздар. Дайын ба? Дайын. Ал, тағы бір рет көрейік. Бірінші төр. Бақтияр, Гүлжайна, үйлену, той. Баршамыз бірге айқайлайық. Кім? Құтты болсын жандарың сол. Міне, біраз. Ал қалған әлемет, Бақтияр мырза қарап тұр, Гүлжайна ханым қарап тұр. Шыңғыс күйеу жолдас почему-то тоже қарап тұр, и қыз жолдас тоже қарап тұр. Баршамыз біргелікте бір тілекпен, бір ниетпен тойымызды осылай бастайық. Мен қазір 1, 2, 3 дегенде мына столдан бастаймыз. Деп айқайлаймыз. Дайын ба? Дайын. 1, 2, 3. Şabalama şivesi var! Duymasınlar! Men қазір жазасын қазақ елінің, қазақ жерінің сұлтаны, жігіттердің намысы. О боже, какой мужчина! Бақтияр мырза деген кезінде қолымызға столдың үстінде мынандай салфеткілер бар. Салфеткінің ортасын ашамыз. Кім Бақтиярға поддержка беретін болса, оң қолына салфетканы ұстайды, Бақтияр қарап тұр, салфетканы айналдырамыз ағайындар. Видеооператор, фотограф бәрі дайын тұр. Ал қалған әлемет, мен қазір қазақ елінің аруы 2016 жылы байқауының Мисс Қазақстан 2016 дегенде, Гүлжайна ханым дегенде, поддержка Гүлжайнаны көрейік. Салфетканы ашамыз. Қазақ жерінің сұлтаны, жігіттердің намысы, мистер Бақтияр! Тойымыз мерекелі де берекелі болуға тиіс. Тойдың басында мен айта кететін зат, Айтөре мейрамханасында ровно 200 адам отыр. 200 қонақ адам отыр. 200 адамның әрқайсысы 5 минуттан тілек айтатын болса, жас жұбайлардың пішпет ойынан бірақ шығамыз. Ол рас. Сондықтан да сіздер рұқсат етсеңіздер, бүгінгі тойымыз жиналыс емес, бүгінгі тойымыз настоящий казахский той болсын деген ниетпен сіздерді бірінші әулеттің үлкендерінің аттарын атап шығарам. Қалған қонақтар сіздерді столмен шығаруға дайынсыздар ма? Рұқсат бересіздер ме? Дайынбыз. Бақтияр, сен красавчик дейтіндер оң қолымызды көтерейікші. Бақтияр, мен сенің тойыңа шын ниетпен, шын тілекпен атсалсам дейтіндер сол қолымызды көтерейікші. Гүлжайна, сен молодец келінсің ғой, сен ақылды келінсің, сен тәрбиелі келін боласың дейтіндер. Баршамыз біргеліктен жастарға қошемет соғайық. Той басылма! Еще! Алғалғым қазақ қарттарын әрқашанда қадірлеп, қастерлеп, алақалымызды аялап өткен қазақпыз. Қазақ үйіндегі қарттың ешқашан қарттар үйіне апармайды. Ол қазақ емес, ол біздерден емес. Сондықтан да баршамыз біргелікте әулетіміздің үлкен ақсақал аталары мен аяулы ана әжелерін ортаға шақырып, бисмилля, аталы сөз, баталы сөз демекші тойымыздың ең басты батасын, тойымыздың ашық беру рәсімін тапсалайық. Ортаға қазақ елінің, қазақ жерінің жақсылық атты ақсақалымызды, Сәби-Жамал аяулы анамызды, Тимур, Табысқан, Майрамкүл, Кенжегүл, Шалқар атты ата әжелерімізді орнаға би билеп шақырайық ағайындар. Той басталды!
бізде Таня. Таня болсын. Аяулы аналар асқар таудая келеді. Ақжаулықты аналарымызды тірі кезінде қадірлеп, қастерлеп, аларымыз аялап өтейік. Жазы сонша жерге келсе де, бірақ жүрек қартаймаса ол ештеңені өзгермейді. Рас па? Рас. Ендеше мынау жас қауымға бір көрсетейікші. Қалай белу керек. Бір билейікші. Екеуміз билейік. Ал қалаған әлеумет Бақтияр мен Гүлжайнаның тойы өте мерей ерекше болуы тиіс. Баршамыз билейік, баршамыз ән айтайық. Бұл той жиналыс болмас ағайындар. Дамы и господа, уважаемые гости, Руслан Аспан и Татьяна танцуют. Баршамыз билейік. Поддерживай! Шықпай үйіңнен біреу барма шығатын сені көңілден сезімімді байламай сүйемін деші Таня, мама. Есберіміз, Обила, молодец. Ал қалған әлемет, тойдың бірінші бейі осындай болды, тойымыздың ортасы мен соңында осындай болу керек. Бірінші ақ-тілектің кезегін кімден бастаймыз? Қонақтар ұзақтан жақыннан келген ағайын жекжат құдалар. Міне бүгін Оспановтар семьясына тағы бір семья қосылып отырған екен. Құтты болсын. Құдаларға да тойларымыз құтты болсын. Келініміз де айтамыз, тойлары құтты болсын, тойларымыз тойға ұласа берсін. Әрдайым осы екі жас бақытты болсын, табысты болсын, жемісті болсын. Тіккен отанының шаңырағы биік болсын. Кередесі кең болсын, босағасы берік болсын. Екеуі бір-біріне серік болсын. Адал жандардың бірі болсын. Бақтияр біздің сенімді ақтайды деп сенеміз. Дендері сау болсын. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы мынау столдағы тағамдардан алып отырыңыздар. Тойымыз ашық деп жаралайық. Mine bugün iki jastın toyu Bақтияр ömürlerin uzak olup, şangırakların keng olup, осы ата-анаңа бәріне мейірімді болып, өмірлерің ұзақ болып, үмірлі шүбірлі болып, сондай сүбірлі болыңдар. Тойларың тойға ұлассын. Құрметті қонақтар, міне бүгін сіздердің бәріміздің жиналып отқанымыз менің інім Жұмабек пен келінім Алипаның ең кішкентай кенжесі Бақтияр жанменен Гүлжайна жанның бас қосу тойы. Міне жаным, бақытты болыңдар, өмірлерің ұзақ болсын, ата-анаңа мейірімді болыңдар, әрқашанда үлкеннің пәкесін алып, өзі бөліп жүре беріңдер жаным. Жақсылық тілейміз, тілеймін. Bақтияр, Гүлжайна, Жұмабек семьясы айналайын, Алипа. Қолдарыңның рахатын көріңдер. Біреуің ақсақалды кемпір болыңдар. Еліңе, елеуіне, қалтына, қалауына азамат келін болыңдар. Айналайын, көгеріп өсіңдер. Алипаға мейірімді болыңдар, жаным. Алипаның көрмеген жоқ қойса, емшектеп Бақтияр әкесі өлгенде. Енді қалып тұрмайын, алайын.
Baktı buldular, çocuğun yatanlar aynalar, çocuğuna vurdular beni. Құрметті қонақтар, міне бүгін жиналып отқан себебіміз Оспановтар әулетінде деп жатырмыз Түркістан ағамның міне балдарының Бақтияр немересінің үйлену тойы. Мен мына құдалар үшін осы кісілерді таныстырғым келіп отыр. Бұл Түркістан атамыздан екі бала, Жаңабай, Жұмабек деген құдаларыңыз болған. Міне бұл екеуі де қазір марқұм болып кетті, ортамызда жоқ. Бірақ бұл кісілердің міне Құдайға шүкір балдары. Мына Жаңабай ағам баласы менің қасымда тұрған. Бұдан екі басат 24 жыл бұрын менің 10 жыл бұрын оқыған Жұмабек деген жорам бұл дүниеден марқұм болып өтіп кетті. Адам ұрпағымен мыңыз жайт дейді ғой, міне Құдайға шүкір артында бар оңалар деген. Міне Әлипа бүгін ең соңғы кішкентай өзінің перзентін үйлендіріп, аяқтандырып, бір үлкен құрметке еге болып отыр, тойға еге болып отыр. Міне Жаңабай ағамда Жұмабек классасында бір аунап түскен шығар балдарын үйлендік деп. Өлі риза болмай, тірі болмайды деген ғой. Сол үшін мен бұл кішкентай шегініп, артқа жегіп осыларды құдалар үшін айтып кетіп жатырмын. Балам Бақтияр, келінім Гүлжайна. Мынау отауларын, тіке отауларын өте мықты отау болсын, үлгілі азаматы болып Теміртаудың жақсы семьялық құруларына мен тілектеспін. Міне Әлипа қарап olsаң, осы Жұмабек кеткеннен кейін осы 4-ші келіні. Ол супер ене десек те болады. Супер әже. Рахмет. Мінекей Бақтияржан тілектің көптігі жоқ. Мен бір өлеңмен бір тілек айтайын. Құс көлде, балық суда, мал өрісте, ал адамзат көгереді адал істе. Халқымның осы айтылған дана сөзі Бақтияржан болып жасын сіздің үйде. Бақытты бол балам. Екі жасқа келдім, өте зор денсаулық, үлкен бақыт болыңдар. Жеңше той құтты болсын. Әжелері мен аталарының подаркасы бар, ол кісілердіңіздер тапсырады. Рахмет, Алла разы болсын. Аналар қалсыншы, аталар келіп бара беріңіздер. Аналар қалыңыздар. Мына ұстай тұршы бұрын, ұстай тұршы албай. Той құтты болсын апалар. Мынау жалпы сөздің басы бисмилля болатын болса, оның түйіні ая болу ана, Асқартаудай әке болуы хақ. Рас па? Рас. Ендеше тапсырас ол қане, подожди, тапсырас. Мынау жалпы бірінші ақ тілекке шықтыңыздар. Жас жұбайларға ақ баталарыңызды беріп, ақ жол тілеп, бірінші тойымызды, ақ дастарханымызды ашып бердіңіздер. Рас па? Таня, слушай меня, Таня. Рас па? Рас. Ендеше алақан жайыңыздаршы. Мен де сіздерге шын көңілмен батамды берейінші. Илахи аумин. Менің жасым 24-те, апа. Сіздердің жастарыңыз 60-70-80-де. Апа, осы тойда менің жасымды сіздерге берсін, сіздердің жастарыңызды маған берсін. Көрші күндемесін, дұшман вообще күндемесін. Немере, шөбере, шөпшек, немене көре беріңіздер. Келесі айда тек қуанышқа 5 айдың пенсиясын бірақ берсін. Әумин, Алла. Рахмет, стоп. Таня, подожди, асықпаңыз. Қазір айтам, асықпаңыз, кетпеңіз. 21-ші ғасырдың ең үлкен мәселесі үкімет жас қыздарымызды, келіншектерімізді қоймай жүр. Ей, келін, орамал тақсай деп айтатын қайнене жоқ, қайната жоқ, қайнаға жоқ, қайнапа жоқ. Бірақ ақжаулықты әжелеріміз, аналарымыз сонау атам заманнан келе жатыр. Қазіргі уақытқа дейін басынан ақ орамал түспеген, рас па? Рас. Адам кезінде нормально ұстаған ғой негізі. Рас. Ендеше діни исламды сақтап, мұсылмандығымызды сақтап, бүгінгі тойымызға орамал тағып келген аналар бар болса, алақан жайыңыздар, мен сіздерге батамды берейін. Илахи аумин. Іштеріңіз әрқашан жарқын болсын, апа. Сіздерді құрметтейтін осындай халқым болсын. Ескірмейтін салт дәстүрім болсын. Таня, сіздерді ренжіткен шалдар шеттерінен марқұм болсын.
қонақтар өте аз. Бір қонақ келеді, қабағын түйіп отырады, как будто мен үшін келгенде что-то тамада онша емес, көп сөйлей береді, анау мына ағыл, там ет болмады, тамыр болмады, анау болмады. Бірақ Таняға ұқсаған аяулы аналарымыз шын ниетімен билеп, шын көңілімен билеп, ән айтып, Бақтияр мен Гүлжайнаның тойына шынымен атсалып жүр. Рас па? Рас. Ендеше қазір бұлай істейік. Сіздің қолыңызда микрофон, сіздікі істемейді, менікі істейді. Сол қолыңыз құлағыңызға қойыңыз. Құлағыңызға қоясыз. Мен сізді қазір өздеріңіздің орныңыздан құтты да берекелі орныңызға апарып тастайын, бірақ ән айтып отырамыз. Сізге приз беремін. Сіздер ренжімеңіздерші, пожалуйста. Мына кісі енді кәдімгі активист, действительно активист. Ал, үбірлі-дүбірлі тойымыз басталуда. Қазір фонограмманың ырғағымен ән айтамыз. Аузымызды қимылдатсаңыз болды. Жарай ма? Жарайды, мына жаққа келіңіз. Руслан Аспан and Татьяна су жаңа дуэт. Қазақтың хит дуэті. Песня называется «Алло».